Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Кезінде Кеңес одағы жеңіс мерекесін 17 жыл атап өтпеген. 1948 пен 1965 жылдар арасында бұл күн кәдімгі жұмыс күні болған. Бірақ 1965 жылдан бері жеңіс мейрамын кең көлемде атап өтуге кірісті. Біз сіздерді жеңіс мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі видеода сіздер соғыс жылдарында болған қызықты оқиғалармен танысасыздар. Гитлердің басты жауы. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстың тарихында көп кездесе бермейді. Бірақ нацистердің лидерінің басты жауы Сталин емес, КСРО дикторы Юрий Левитан болған. Бұл диктордың басына 250 мың марк тігілген. Осыған байланысты кеңес өкіметі Левитанды барынша қорғап, оның сыртқы келбеті жайлы жалған ақпарат тарататын болған. Тракторлардан жасалған танкілер. Соғыстың шұғыл жағдайларында кеңес өкіметіне танкілер жетіспеген соң, қарулы күштер танкіні қарапайым тракторлардан жасаған. Бұл танкілердің қару-жарағы ауыр қару-жарақтардың макеттерімен жабдықталған. Одессалық қорғаныс операциясы кезінде ұрысқа 20 брондалған трактор жіберілген. Және түнде жарықтары мен сиреналары қосылуы түрде румындарға шабуыл жасап, оларды қашуға мәжбүр еткен. Әрине, бұл жауларға психологиялық шабуыл болған. Бұл машиналарды кеңес әскерлері Ни-1 деп атаған. Сталиннің баласы. Соғыс кезінде Сталиннің баласы Яков Джугашвили жаудың қолына тұтқынға түскен. Фашистер Сталиннің баласын Паулюстың фельдмаршалына айырбастауды ұсынды. Бірақ кеңес әскерінің бас қолбасшысы сарбазын фельдмаршалға ауыспайды деп айтып, бас тартады. Кеңес әскерлері келгенге дейін фашистер Яковты атып тастайды. Соғыс біткен соң Яковтың жанұясы әскери тұтқынға алынады. Сталинге бұл туралы хабарлаған кезде, ол туыстар үшін ерекше жағдай жасамайтыны туралы мәлімдеді. Балалар экспорты. Ұлы Отан соғысы кезінде өзге елге ұқсайтын 2 айлық пен 6 жас арасындағы балаларды Киндер-Кесси атты лагерге апарып, оларды жаппай германизацияға ұшыратқан. Олар жалған құжаттармен неміс атанып, неміс тілін үйреніп, неміс есімдерімен аталған. Осылайша көптеген неміс жанұялары осы балаларды асырап алып, олардың славяндық шығу тегі бар деп ойламаған. Соғыстан кейін олардың 3% елдеріне оралып, 97% сол жақта өмір сүріп, өздерін толыққанды немістер деп санаған. Ал олардың ұрпақтары олардың шығу тегі туралы ешқашан білмейді. Жеңіс туы. Жеңістің шынайы туы орталық мұражайда қасиетті жәдігер және соғыс туралы ең жарқын естеліктердің бірі ретінде сақтаулы. Өйткені туы өте нәзік және тек қана көлденең сақтауға болады. Шынайы ту тек қажетті кезде және күзетпен ғана көрсетіледі. Басқа жағдайларда оны дубликатпен ауыстырады. Достар, біз сіздерді Ұлы Отан соғысы жайлы мәліметтермен таныстырдық. Видео ұнаса лүпіл басып арнамызға тіркел. Ойлау қабілеті жоғарыларға арналған Альянс.